Қазақстан Республикасы әр адамға ар-ождан және діни сенім бостандығы, оның ішінде мемлекет ішінде немесе шетелде теологиялық білім алуына кепілдік береді. Бұл норма Қазақстан Республикасы Конституциясының 22-ші бабыменен бекітілген және де салалық заңнамаларымен реттеуші құқықтық нормаларымен жүзеге асырылады. Мемлекет өз тарапынан қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адамдардың бостандығы мен құқықтарының сақталуы, сонымен экстремизмді алдын алу мақсатында құқықтық нормалар арқылы реттеу жасайды. Осыған байланысты шетелдік теологиялық білім алу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылуы керек. Бұл жерде сіздерге назарларыңызды аса аударғым келіп отыр. Шетелдік теологиялық оқу орнын аяқтағаннан кейін міндетті түрде Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес білім туралы диплом нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс. Осы нострификация процесінен өту барысында теологиялық оқу орнының танылмауы туралы жағдайлар туындауы мүмкін. Осыған байланысты шетелдік теологиялық оқу орнына түсер алдында міндетті түрде оқу орны туралы, оның мәртебесі және аккредитациясы туралы ақпараттармен мұқият танысып алыңыздар. Ал ең дұрысы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ресми сайтында ұсынылған шетелдік теологиялық оқу орындарының тізімімен танысып алған жөн. Бұл ең алдымен сіздердің алатын біліміңіз тек дұрыс діни ілімдермен ғана емес, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келетіндігінің дәлелі болады. Сонымен қатар біздің Қазақстан аумағындағы 6 жетекші жоғарғы оқу орындарында дінтану, ислам негіздері және теология мамандықтары бойынша білім алуға болады. Бұл жоғарғы оқу орындарының тізімімен осы бейненің сипаттамасынан таныса аласыздар.